Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ортасы ылғалды болып тұратын өте дәмді шоколадты торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен торттың бисквитін жасайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қантты қосып миксерлейміз. Біздің массамыз 2 есеге ұлғаюы қажет. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалады. Кез келген ас үй ханшайымының үйінен табылатын заттар. Бірақ біздің тортымыз өте ылғалды, дәмі сондай тіл үйіретін торт болып шығады. Енді келесі біз сүт және де сұйық майды құямыз. Енді келесі біз құрғақ қоспаларымызды қосатын боламыз. Олар бізде ұн, какао және де қопсытқыш. Мен барлығын өлшеп, осы ыдысқа салып алдым. Енді араластырып, бірнеше бөліктерге бөле отырып қосатын боламыз. Ұнымызды қосқаннан кейін осылай миксердің басымен кішкене араластырып жіберсеңіздер, ұндарымыз шашылмайтын болады. Ұнымыздың екінші бөлігін қосып, тағы да миксерлейміз. Біздің массамыз сұйық болып шығады. Алдын ала формамызды дайындайтын боламыз. Менде осындай кольцоның астына фольга орадым. Өйткені біздің массамыз сұйық болғандықтан ағып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде фольга орап пісіруге кеңес беремін. Біздің бисквитіміз қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минут аралығында пісіп шығады. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді оны суытуға қалдырамыз. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Ол үшін салқын сливкеге қантты қосып араластырамыз, өз формасын ұстағанша. Сливкеміз міндетті түрде салқын болуы қажет және де 33%-дан жоғары болуы керек. Креміміз осылай қоюланғаннан кейін оның үстіне творожный сырды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді шоколадтың үстіне сливкиді қосып, микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Шоколадымыз кішкене суығаннан кейін, оны жаңа дайындаған креміміздің үстіне қойып, енді барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бисквитімізді теңдей 3 бөлікке бөліп, осылай кольцоға жинайтын боламыз. Біздің тортымыз ылғалды болып шығу үшін пропитка пайдаландым. Мендегі пропитка сүт және де кішкене қант қосып, осылай пропитка дайындадым. Пропиткамызды осылай видеода көрсетілгендей етіп, әрбір бисквитті орналастырған сайын бетіне жағып шығатын боламыз. Тортымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Тортымыздың 3-ші бөлігін орналастырамыз. Одан кейін кольцодан ақырындап босатамыз. Енді қалған кремді осылай торттың шетіне жағып шығамыз. Торттың арасына креммен бірге кез келген джем немесе шоколад қосып жасасаңыздар да болады.
Кішкене торттың бетіне жағып жіберсеңіздер де болады. Енді тортымыздың бетіне шоколадты глазурымызды құйып, қасықтың көмегімен немесе осылай лопатаның көмегімен жан-жағына жеткізіп жайып шығамыз. Мен бисквиттің тегіс емес жерлерінен осылай кішкене кесіп алған болатынмын. Енді оны үгітіп, торттың шет жақтарына жағып шығамын. Міне осымен біздің ортасы ылғалды болып шығатын өте дәмді шоколадты тортымыз дайын. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Жасап отбасыларыңызды қуантуды ұмытпаңыздар. Егер менің видеом ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.